Әуезов үлкен гуманист адам еді. Ол өз халқын, оның биік мәдениетін шексіз сүйетін, өзге халықтың әдебиетін өз халқының әдебиетіндей терең түсініп, оны құрмет тұтып, үнемі қошеметтеп отыратын, деп айтқан Александр Корнейчук. Дарада дана тұлға, шырайлы шығыс өңірінің тумасы Мұхтар Әуезов. Қазақтың даңқты жазушысы, әдеби сыншысы, тамаша педагогі, қоғам қайраткері Мұхтар Әуезовтың даралығы мен даналығы, заңғарлығы мен дархандығы қай салада болмасын көрініс тауып отырған. Мұхтар Әуезов туындыларының ішіндегі шоқтығы, биік еңбегі Абай жолы роман эпопеясы. Бұл еңбек қазақ халқының тұрмысы мен қасиетін, ұлттық болмысы мен танымын тамаша суреттеген, қазақ әдебиетіндегі бірегей орынға ие болған еңбек. Роман дүниеге келместен бұрын жазушы ақынның шығармашылығы мен өмірбаянын зерттеумен шұғылданады. Кейіннен Абай туралы жиналған материалдардың көптігі соншалық жазушыға роман жазуға тура келеді. Абай туралы естіген әңгімелер мен естеліктерге жан бітіріп, ақынның ғибратты өткеніне өмір сыйлады. Жазушы Абайды ең біріншіден өз уақытының жемісі, өз заманының үні екенін жадында ұстады. Соны оқырманға жеткізді. Нәтижесінде Мұхтар Әуезов әлемдік әдебиет алыптардың қатарынан ойып тұрып орын алды.